Жыныстық жолмен берілетін инфекциялар жайлы не білу керек? Жыныстық жолмен берілетін инфекциялар жыныстық жолмен тарайтын 30-дан астам бактериялар мен вирустар белгілі. Кең танымал түрлеріне АИТВ, гонорея, трихомониаз, хламидиоз, кандидоз, сифилис, Б және С гепатиті, жыныс мүшелеріндегі герпес. Инфекцияның басты таралу жолы ол жыныстық жолмен, бірақ кейбір инфекциялар қан арқылы таралады. Екінші рет ластанған инені қолдану, стерилді емес медициналық құралдарды қолдану және қан құю кезінде АИТВ, Б және С гепатиті. Сонымен қоса инфекция әйелдің жүктілік немесе босану кезінде пайда болып анадан балаға берілуі мүмкін. АИТВ, сифилис. Егер сен мыналарды сезінсең, сыртқы жыныстық органдарда ауырсыну сезімдері, қышу, ашу, жыныс мүшелерінен іріңді немесе сары жасылдау түсті бөлінулер болса, зәр шығару кезінде ашу мен құрысулар, іштің төменгі бөлігіндегі ауырсынулар, жыныс мүшелерінің ісінуі және қызаруы. Осындай кездерде дереу дәрігерге қаралу керек. Жыныстық жолмен берілетін инфекциялардан қалай қорғана аласың? Кездейсоқ жыныстық қатынасқа түспеу, әрқашан мүшеқапты қолдану, қауіпсіз жыныстық қатынастық іс-әрекетін сақтау керек. Бір ғана сенімді және дені сау жыныстық серік болу керек. Егер сенде жыныстық қатынасқа түсу немесе түспеуге қатысты күмәндар болатын болса, онда бұны жасама.